Қазіргі уақытта Қазақстан алдында бәсекеге қабілетті елдердің қатарында көріну міндеті тұр. Бұл өз кезегінде ұстаздардың мойнына екі есе жауапкершілік жүктейді. Себебі ертеңгі күннің қоғамның саяси экономикалық мәселелерін шеше білетін, қоғамда өз орнын таба білетін, білікті де білімді маман тәрбиелеу ұстаз қолында деген мағынаны білінеді. Елімізде өркендету үшін ұлттық ерекшеліктеріміз бен ұлттық құндылықтарымызды тәрбиелеу керек. Ұлттық құндылық деген бұл бәсекеге қабілетті елдердің, озық елдердің мәдениетін қабылдай отырып, өз ұлттық құндылықтарымызды сақтау, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізу деп түсінуіміз керек. Ұлт ұстазы, қазақтың өткен ғасырда руханиятының көшбасшысы Ахмет Байтұрсынұлы мектептің жаны мұғалім деген. Мұғалім қандай болса, мектеп хан сондай болмақшы. Арада бір ғасыр өтсе де, Алаш арысының бұл сөзі өз құнын әлі де жоғалтқан жоқ. Бұл Ахмет атамыздың сөзі ұстаздар үшін Қазақстан азаматтарын патриоттық тәрбиелеуде біздің алдымызға қойылған үлкен міндет деп білуіміз керек. Құрметті ұстаздар мен білім саласының ардагерлері, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, жұмыстарыңызға табыс, шығармашылық жол және шәкірттеріңіз биіктен биікке жете берсін деп тілек білдіреміз.